Мен едім айтыстағы айқаяқау, қырсық ақын. Айтысқа тек жылына бір шығатын, айтысқа жылына бір шықса дағы кездескен қарсыласы тұншығатын. Мынаны неменеге шақырдым деп жүрсіннің де бармағы қыршылатын. Ассалаумағалейкум ағайындар, басып өткен жеріне гүл шығатын. Алатау маңдай терім тамған орда, бұл менің жерім емес қымсынатын. Бұл театр азаттықтың аренасы, жанын ел жиналуға құлшынатын. Жанына ел жиналып қалса болды, арт жағы митингі боп шу шығатын. Алатаудан алашқа сөзім жетсін, қуаттап қолыңды бір ұршы қалқым. Даласы көп шулайтын Алатауды, ішінен көрейікші бір шулатып айқаяқау. Ай, ай. Құдайым сұрағанның мұратын бер, сыйдырар құшағына мың ақын дел. Жетісу жер жәннаты ала алматы, адамдар көруді арман қылатын жер. Аптасына 6 күн жаңбыр жауып, қылмысын аспан өзі жуатын жер. Жиналып аннан қашқан, мыннан қашқан, Қазақстан жұлдызы боп шығатын жер. Көшенің кептелісін тарқадам деп, жолдарын оңды солды бұратын жер. Нұр-Сұлтан қаласында жүрген байлар үйімен тоқалдарын тығатын жер. Президент болатындар туатын жер, тарихта қалатындар тұратын жер. Айқаяқау, ай, ай. Біздер ақын болғалы талай еді, атамыз Дулатпенен Абай еді. Жаға жылып айтысуға үйренген соң, жігіттермен айтысу оңай еді. Қу жеребе қыз беріп қинаған ай, қыздармен айтысу қалай еді. Ескіріп қалыпты ғой деректері, үзіліс болғаннан соң себепкері. Аужікі бұндай кезде не істеуші еді, менің қызға қырындауым керек беді. Қымсынба қарындас деп бағаласам, жолығып жүрсің білем ағағасан. Мен саған қырындайтын жағдайды мен, ойымды әрі бері сараласам. Сен менің қарындасым, қандасымсың, жаныма жақынсың деп бағаласам. Алатауды несіне басқарамын, бір қызды көтеруге жарамасам. Айқаяқау, ай, ай. Жайғасып жаныңызға үңілгенем, естілді жан сырыңыз үніңдерен. Армысың алталаштың ринаты, аламанда ешқашан сүрінбеген. Айтпақшы жеребеден мен шыққанда, өзгеріп кетті жаңа түрің неден. Қасыңа мен келгенде күлімдеген, жүрегіңді бас енді дірілдеген. Қанша мықты болсаң да қаймықпаймын, жан емес, жан едім орта жолда кідірмеген. Ертерек ойыңызға сап қояйын, аруымын басқан ізі білінбеген. Еркелеп отырып ақ жеңіп кетсем, ағатай ренжіме бүгін менен. Жан едім өнер десе кергімеген, бісміллә деп бастайын мен бір өлең. Мен осы қазақ десе ұлан асыр, торқалы тойға келген елді көрем. Мен осы қазақ десе төрттілігі беткейде жусап жатқан белді көрем. Бір сәбиді құтқарып алып қалған сәбиттей салиқалы ерді көрем. Осындай текті елдің ұрпақ едім,
тартынып тарғайын енді неден, ағайын сұлуыңды қолдап жібер, ізгілік іздеп жүрген кең дүниеден. Жүрегі елі үшін елжіреген, жанары таңғы шықтай мөлдіреген. Алматым айтысыма төр берген жер, жыл сайын өсіп өніп өзгерген жер. Қонайыптай ағадал басшы өткен, жақсылығын айтатын көз көргендер. Заман бектей қазақты кім сүй алған, үлестіріп еліне жер берген ер. Алтын бектей толғаның орны бөлек, әрқашан әділдікте ерлеген ер. Ұрпақтың санасында мәңгі қалар, елдің махаббатымен тербелгендер. Қара жер қойынында жатқан менен, халықтың жүрегіне жерленгендер. Алатау арманындай бөрік толдың, аспаныңнан бір сәуле көріп тұрмын. Бұл театр құшағы кең театр, еңбегін елемеске неғып бұл күн. Ақын жыршы күйшісі болған менен, көркем сөздің береді, көркем сөзге береді көрікті кім. Ағам осы театрда директор ғой, жеребеден дәл бүгін кезіктірдім. Айлығы бар, тұрақты жұмысы бар, сондықтан өз-өзіне тайсалмай өз-өзіңе сеніп тұрдың. Ал менің айлығым жоқ, байлығым бар, байлық деп отбасымды көріп тұрмын. Жұмысым болмаған, мен тынысым бар, тайсалмай қарсы келіп төніп тұрмын. Сыйласаң да өзің біл, қинасаң да қонақ боп есігіңнен еніп тұрмын. Мен де осал ақын қыз емес едім, өзімді таныстырмай неғып тұрмын. Мен болсам өмір деген театрдың кейіпкері атанып келіп тұрмын. Түсінбей қалар халық сәл жүдесем, қарындас алып келді шәйді десен. Тайсалмай ринатты жеңемін деп бір түрлі айтып қалдың әңгімесен. Бұл сөзді айтқаныңыз орын деді, мен қырам жоямын деп дәңгірлесем. Қыз баланы туғанындай құрметтейтін, бойымда атам берген тәрбиесен. Жеңгін келсе жолымды да бере салам, жарасар ағалық пен заңды десем. Маған да абыройлы алды әңгіме ғой, бір қыздың астында қалдым десем. Айқай ақау, ай ағамен жарасқанда қарындасы, белгілі қасіретке шалынбасы. Айлығым жоқ, жұмысым деп қалдың ба, қарағым уайымға салынбашы. Жұмыстың біз көрдік қой кереметін, қолыңнан ондай шара келеметім. Мемлекетке жұмыс қылып не қыласың, акиматтық тапсырмаға кенелетін. Халыққа керек нәрсе кеп тұрсын, үкіметке керек нәрсе кеп қалғанда, халыққа керек затты шегеретін. Ақындардың барлығы да жұмыскерміз, елді көрсе қуанышқа бөленетін. Айлық деген ол халықтың ықыласы, айтысқа шыққан сайын төленетін. Айқай ақау, ай. Ал енді әңгімеміз кетсін өрлеп, бетіңді айта алмаймын ештілем деп. Жеңгін келсе жеңісті беріңіздер,
аңсаған биігіне жетсін өрлеп. Мен барғанмен Ақсуаттық туыстарым танимыз айтып жүрер ескілеу деп. Ақсуаттың намысын мен қорғардай жау шауып кеп жатыр деп естігем жоқ айқай ақау. Ай, ай. Тұрған шығар ар жағын ішің біліп, Құдайым жаратқан соң мүсін қылып. Сұлужан айналайын бер қарақ қой, бірдеңені айтайын түсіндіріп. Артына ілесетін ағарманның, мен осы халықпен бір санатта саналғанмын. Жеңіс үшін емес мен айналайын, елімнің құлағы үшін жаралғанмын. Демессің жарамады мұның батыр, алдымда талай-талай сынымда тұр. Ол рас мен халықтың арқасында, құмармын қарсыласты жығуға құр. Қашанда елмен сөзім өзім бірге, атымда сондықтан да шығып жатыр. Ешкімге ештең айтып тіленгем жоқ, халық өзі батыр ақын қылып жатыр. Осындай ықыластың арқасында бастықтық лауазымға тұрып жатыр. Ештеңені ескеретін жағдайым жоқ, сөзіме ел құлағын түріп жатыр. Айтыспен бірге болған ағайындар айтыспен бірге жылап күліп жатыр. Біздің сөзге қолдарын соққан болып, үкіметті шапалақпен ұрып жатыр. Айқай ақау. Ай, ай. Айтайын енделіме анық қабар, бет әлі ашылмаған жабық қабар. Жұмысты не қыласың деп қоясыз, айтысып жүріп солай ақындар айтыспенен табыс табар. Бірақ мен жұмыс іздеп жүрген қызбын. Бұл жерде айтар сөзім анықталар. Мұғалім боп жұмысқа кірем десем, алдымен ақша сұрап қажыт долар. Мәдениет үйіне кірем десем, пара жайлы сөздерін нағыт долар. Жемқорлықтан біз қашан айығамыз, оның да күні келді анықталар. Ақындар жемқорлықпен дос боп алсақ, қазағым сонда қайдан бағыт табар. Айтыстан оқып алған дипломым бар, мен оны істетпесем қарайып қалып қалар. Ойымда бүгін менде бір үміт болып тұр ғой, оны айтсам қолдайды халық табар. Ұлтына үлес қосар қыз екен деп, жақсылар шамшырағын жағып қалар. Жүрсін ағам Ринатпен ақылдасып, сұлу жанды жақынырақ танып қалар. Ешқандай ақша алмай ақын қызды Алатауға жұмысқа алып қалар. Жетелеп көңілімді жырақ қарман, сағынан бала күнді жырақ қалған. Кеше ғана қаңтарда қайғылы бір күндер болды. Үйлерді көрдік жанып құлап қалған. Қаңтарда қайғылы бір күндер болды. Үйлерді көрдік жанып құлап қалған. Енді ондай ойранды көрмейікші, сүрінбей өту үшін сынақтардан. Ханымыз бен халқымыз тату болса, жау бізге келмейді ғой жырақтардан. Даламызда тек қана той болса екен, халықты жеткізеді мұрат қарман.
Мен енді көргім келмейді аналарды, ұлым деп көздің жасын бұлап қалған. Мен енді көргім келмейді балаларды, әкесінен айырылып жылап қалған. О, асыл ағам менің дара тұлғай, дәл бүгін бақ жұлдызым жанатындай. Бабы менен бағы да қатар келген. Бұл ағам қазақтың кең даласындай. Менде де шабыт шіркін шарықтап тұр қайрылмас қыран құстың қанатындай. Сізде менде тықыршып тұр екен, біз топқа салса тоқталмай жаратындай. Бұрын соңды болмаған айтыс болсын, ұрпаққа жақсы ойлар салатындай. Тарихқа Сұлужан мен Ринаттың айтысы деп, тарихқа жатталып қалатындай. Әңгімең сенің неткен бөтен еді, жібердің таңғалдырып өтемені. Жоқ жерден Алатауға жұмыс қал деп, қарындас Қаймаңайға төтеледі. Ақшасыз жұмысқа ал деп айтасыз, жемқорлық жайында айту бекер еді. Мысалы, қазір сені жұмысқа алсам, онымыз сыбайластық боп кетер еді. Сен мені ағатайлап алдайсың ба? Ойыңмен өн бойым шарлайсың ба? Шынымен жұмыс керек болса егерде, тым құрмаса блогер болмайсың ба? Әйтпесе келін болып бала тауып, өмірдің рахатына қанбайсың ба? Ол болмаса ұстаз боп, мұғалім боп, көк аспанда жұлдыздай жанбайсың ба? Ол аз десең қарағым Алматы емес, Астанаға бағытты салмайсың ба? Дариға апайыңның орнына парламентке отырып алмайсың ба? Айқаяқау! Айналдым Сұлужанның есімінен, тәлім көріп өсіпті бесігінен. Сағанда Құдай бір күн жұмыс берер, ешкімді айырмайды несібінен. Бұдан бұлай таныстарға жұмыс бер деп, айтпағын қасірет қой осы кілең. Біздің елдің даммай жатқандығы таныс жұмыс берудің кесірінен. Содан кейін 30 жыл оны оңалмадық, содан кейін керемет ел бола алмадық. Назарбаев көкеміздің ағайымен туысының бетінен ала алмадық. Энесі қызы менен күйеу баласы барлығының алдында табандадық. Кісі өлтіріп тонаса да қанша жерден бұлардікі дұрыс деп хабарладық. Осы бізге бақыттың бергені ме? Оны білет отырған елде міне? Шүкірлік деп айтамын көп жылдан соң жаңарған Қазақстанды көргені ме? Енді ақылы үкіметтің келсе болды, қазаққа басқа жақтан берсе жолды. 30 жыл азап көрген Қазақстан, енді 30 жыл рахат көрсе болды. Айқаяқау! Демеймін осы ортада жартылайық, қарындас осы жерден сәл тынайық. Жұмыстың жағдайы қиын емес, референдум жайында талқылайық. Осыны телеарналар тулатып жүр, референдум болады деп шулатып жүр. Жан-жақтан жариялап бүкіл елге мемлекеттік қызметкерді зырлатып жүр. Ол рас референдум болады ертең, сол кезде өзгеріске толады өлкем. Алла жазса 5 күні мен де барам, өзгеріс жасаймын деп барам ертең. Білмеймін, танымаймын басқаларын, ешқашан өзгермеген қасқабағын. Мен өз басым қолдаймын өзгерісті,
көп көрген соң елімді ластағанын. Мен қолдаймын президенттің туыстары мемлекеттік қызметті баспағанын. Мен қолдаймын жер байлық елдікі боп, ешкім оған аузын ашпағанын. Мен қолдаймын Назарбаев Нұрсұлтанды ата заңнан алынып тастағанын. Мен осындай өзгерістер күтіп жатыр, айтып отыр демеңдер босқа бәрін. Қазағым, сен қашанда байтағымсың, құдіретіңді жастайдан байқадымшын. Сөзіңе билік құлақ аспай қалса, жаныма менің қалай жай табылсын. Сайрасын қызыл тілім тағы, қалың ел әрқашанда айтарымсың. Референдум ішінде өзгерістер, өзгеріске халықтың ішіндегі ой табылсын. Өзгертіп Павлодар мен Петропавл, ұлтымның азаттығы байқалынсын. Қазақтың мемлекет, қазақ тілі мемлекеттік тілім болып, жемқорлық, сатқындыққа сай танылсын. Соңғы рет ата заңды бір өзгертіп, Астананың атауы қайтарылсын. Айқай ақау, ай, ай. Қарағыз бұлағасын сыйлай тұрсын, ендігі есін біраз жинай тұрсын. Танысқа кеп жұмыс жайлы айтпа дейді. Қарындасың ол сөзді де тыңдай тұрсын. Қол астындағы ақындардың бәрі таныс. Қолыңды сен соларға бұлғай тұрсын. Барлығында жұмысқа алып, бастық болып өз-өзіңе сыймай тұрсын. Сіз мені танысаңыз алар едің, танымайтын болған соң бір орынды қимай тұрсын. Ағатай енді маған бет бұрғандай, қара қызды осал ақын деп тұрғандай. Ағайын бұл қызыңды түсініп қой. Қарсыласын күтіп қарсыласты мұнда күтіп көп тұрғандай. Ринат пен айтысу оңай емес, арыстанның алдына кеп тұрғандай. Ақындар топқа түссе саспау керек, бірақ та әдебінен аспау керек. Біз биыл жаңа Қазақстанды құрамыз деп, біз биыл жырлап жүрміз дастан дерек. Алматы мен Астана гүлденіп тұр, арайланып тұрғандай аспан демеп. Жан жағында қанша ауыл қаңырап тұр, мүлде берілмеген соң бастан көмек. Ауылда жұмыс табу қиын қазір, ағайын бұл сөзімді растау керек. Ауылында жұмыс болса ешбір адам сандалып қала жаққа қашпау керек. Ауылдардың кең байтақ даласынан әртүрлі завод ашып тастау керек. Емхана, балабақша, мектеп салып, жұмысқа шақырса ғой жастар делеп. Жоғарыдан бөлінген көп қаржыны тек қана қала жаққа шашпау керек. Еліміз жандану мен жаңаруды ең әуелі ауылдан бастау керек. Жолымен жүрген қызбын ұлы ақынның, жолымен жүрген қызбын ұлы абайдың, қасиетін аңсаған құралайдың. Жұмыс қалсаң ағатай қуанар ем, алмасаң да өкініп жыламаймын. Финалға өтіп жатсам қуанар ем, өтпесем қазыларды сынамаймын.
Ең бастысы қолдайтын халқым барда, қандай сынақ келсе де құламаймын Сөйлейін сөзіңізді бөле тұрып, көзінен көп сұрақты көре тұрып, өз тіліңді құрметте деген абай, төредей төбемізден төне тұрып, сол құрметті қимаймыз ана тілге, болашақта қалмайық көп өкініп, орысша сөйлескенді ұнатамыз, қазақ тілді көңілге көме тұрып, орыс тілсіз жұмыста табу қиын, мен сөйлеп тұрған жоқпын өбөтірік. Өзге ұлттар қазақша үйренбей ма, біз ғана жүреміз ба көп өкініп. Тәуелсіздік қадірі қайда сонда, төмендегі сөйлесе төре тұрып. Қазақ тілдің қадірі қайда сонда, бұл істі қабылдаймыз неге күліп, орыстың тіліменен өмір сүрсек, қазақтың қара нанын жеп отырып беу. Өркендеуді ауылдан бастау керек, енді осы сөзіңді растау керек. Ауылдарға өзгеріс келу үшін алдымен сен апарып тастау керек. Елді ойлаған ұлдар мен қыздар болса, жер-жердегі жұмыстан қашпау керек. Сөзіме болсаң терең бойлайтұғын, тәрбие бар мәнісін жоймайтұғын. Апырай қарындастың қылығын ай, ағасының сеніммен ойнайтұғын. Айтыстағы жолымды берсем дағы ағатай деп құшағын жаймайтұғын. Жоқ жерден мені бүгін жұмыс қал деп, заңды бұз залым бол деп қоймайтұғын. Қой, мен сені жұмысқа ала алмаймын, өйткені елдің жайы ойлайтыным. Маған тегі қызметкер керек емес, берген сайын бер деп тоймайтұғын. Ай қаяқы, ай ай. Отырсың жан-жағыңа көз қарақтап, әр жерден аударасың сөз парақтап. Осымен айтысымыз реттелді-ау, не қыламыз құр бекер созбалақтап. Осы жерден абыройды көп табарсың, бәлкім ертең Ақсуатта от боларсың. Мен саған қош бол деген сөзді айтпаймын, айтысқа әлі талай кеп қаларсың. Айтысқа әлі талай кеп болған соң, менікі дұрыс емес деп қаларсың. Қарындасым айналайын жолың болсын, ертең елдің үмітін жек қаларсың. Осымен орнымыздан тұрармыз ба, себеп жоқ сахнада көп боларшын. Ағаңызға азғантай өкпең болса, жұмысқа алмай қойды деп барарсың. Ай қаяғы, ай ай. Шаба бер сұлу жаным алыстарға, бойда жігер қаныңда намыс барда. Мен арғашан тілектеспін дәл өзіңдей, қарындастар арманына қарыштауға. Міне бүгін тағы бір аға таптың, сахнада меніменен табысқанға. Осымен өлеңімді тамамдайын, жеткізіп бір ойымды алыстарға. Осыменен ең соңғы жауап болсын, маған жұмыс берші деп жабысқанға. Маған жұмыс берші деп жабысқанға, пара беріп көрінбе деп алысқанға. Алатау театрында ешқашанда жол болмайды заңсыздыққа барысқанға. Бұл театрда қызмет сатылмайды, тегін таратылмайды таныстарға. Ай қаяғы.
жақсы жұмыс таппай жүргеніме мен қалай қалың елді кінәлаймын. Бермесеңіз бермеңіз жұмысыңды. Айтысып сізбен қалай шыдамаймын. Ол өнерден өз орнымды өзім алам, мен бірақ жолыңызды сұрамаймын. Жұмысқа алмасаңыз алмай-ақ қой, мен де бұндай бастыққа шыдамаймын. Қазақ осы ертеңіне сенетін, ақын кез айтыс десе алып ұшып келетін. Ақындардың жырын тыңдап қайтуға соңғы ақшасы қалса дағы беретін. Қазақ осы қасқырларша ет жейтін, тентектерін тезге салып тектейтін. Кішпейілді қасиеті тағы бар, үлкендердің алдын кесіп өтпейтін. Қазақ осы қанағатқа тоятын, қонақ келсе жалғыз атын соятын. Алтының мен күмісіңнің қасына адалдық пен арды биік қоятын. Жайлауында жүрген қазақ бағып қой, міне бүгін жасап жатыр анық той. Тілін дінін сүйетұғын айтысын, нағыз қазақ осы міне танып қой. Қолда елім Тоқайыптай ұлыңды, көңіл үшін ел жағдайына бұрылды. Ауыстырып облыстың аттарын, бастап кетті жаңаша ел құруды. Ұлты үшін бола алмаған ұстамды, айырмаған досым менен дұшпанды. Осы қаңтар уақиғасы болғалы, талай жемен қорлар ұсталды. Осы қаңтар ой салды ғой не түрілі, жамандарды жерімізден кетірді. Қаншама көп азаматтар құрбан боп, қаншама көп мәселелер шешілді. Ал ендеше қоштасайын халқыммен, жарты сағат сырласыппын жалпыңмен. Қара өлеңдей қарапайым қазағым, сүйем сені сүйем осы қалпыңмен. Мен қалайша дұшпандарға мазақпын, көп емеспін, азақпын. Қайда жүрсең аман бол, Ринаты қазақтың. Рахмет. Ойлары қарындастың терең еді. Білемін, айтқан сөзің еленеді. Жұмысқа алмадың деп өкпелеме. Өзіңнен көр кінәлайсың неге мені. Өзі жақсы адамға біздің қазақ әр жерде бір орын бар деген еді. Рахмет, Ринат Зайытов служан тауып алды. Тек қана көздемедік көнбеніміз, халықтың ықыласы көргеніңіз, қалың елдің көңіліне ұнап отыр, қыз балаға көңілді бөлгеніңіз. Құдай-ау, соншама көп сұрап едім, қара қызға бір жұмыс бермедіңіз. Жарайды, бермесеңіз де ризамын. Қара қызбен айтысып терледіңіз. Шай ішіп арасында демалып ал, халықтың мұңын айтып терледіңіз. Ағатай, қайда жүрсең аман болшы, елайым жана берсін еңбегіңіз. Жақсы, рахмет.